Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз қызылшадан осындай өте дәмі ерекше әдемі салат дайындаймыз. Ол үшін алдымен соусын дайындап аламыз. Соусына бізге жарты лимон керек. Жарты лимонның соғын шығарып аламыз. Содан кейін тұз, қара бұрыш, бір қасық горчица қосамыз және сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып, чеснокты сақтап турап қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып көп қоямыз. Піскен қызылшамызды кубиктап тураймыз. Ыдысқа салып, сыр қосамыз. Оны да кубиктап тураймыз. Және тауықтың піскен төс етін тураймыз. Консервадағы горох қосамыз. Содан кейін жаңағы соусымызды қосып араластырамыз. Дәміне қарай тұзы аздау болса тағы қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бетіне үккіштен сыр өткізіп қоямыз. Өте дәмі ерекше болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Өте пайдалы және дәмді, майонезсіз салат. Балаларға да жақсы ұнайды. Сіз жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет.